Кайырлы күн кадырменде YouTube көрөрмөндөр. Бүгүн Шакарым Кудайбердил атамыздын Эринчек аттуу өлеңин талдайтын болобуз. Сөнгөн ойду жандырууга жан берерлик сөз керек дейт Шакарым атамыз. Сол сыяктуу менин сөнгөн оюмду жандырууга өзүнүн септигин тийгизген осы Эринчек аттуу өлең деп айтсам болот. Неге десеңиздер, мен бул өлеңди окуу аркылуу өзүмдүн мактандын кулу экенимди, нәпсинин кулу экенимди, атактын кулу экенимди билдим. Және Эринчек атты кас душманым мен бетпе-бет таныстым десем де болады. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық. Бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Аналарда жүр ғой деп, біреуді мысал қылғызар. Тұрайын десең жатқызар, буынды сөйтіп қатқызар. Орынды іске кіргізбей, не болса соны шатқызар. Мен емес пе сабырың, жаныңа тыныш тамырың. Асықпа деп алдайды, қазулы тұрма деп қабірің. Құдайдың дейді күні көп, асыққан істің мүні көп. Аз ғана рахат қылсаңшы, істерсің ертең мұны деп. Енді бұл өлең еріншектен салақтық деп тұр ғой. Бұл еріншектіктен салақтық, надандық, ең соңында адамдық жойылады деп. Осының барлығының басында еріншектіктен басталады. Еріншектікті Абай бес дұшпанның бірі дейді. Сондықтан біз жауды алыстан іздемеуіміз керек. Жау өз бойымызда тұр, өз жанымызда тұр. Сондықтан осы еріншектіктің адам өміріне әкелетін орасан зор зияндығын қалжың, әзіл өлеңдермен жеткізіп тұр. Шакарым атамыздың шеберлігі, мысалы мен осы өлеңді оқыған кезде еріншекті ол кісі тағы да бір адам сияқты сипаттаған. Мен суретші ретінде менің саным осы мысалды тез қабылдады. Ол мысалға алдыға қарай жүрейін десең тұрғызар дейді. Төсекке мойын бұрғызар дейді. Аналарда жүр ғой деп біреуді мысал қылады дейді. Осының бәрін оқыған кезде мен жаңа Шакарым атамыз айтқан сияқты сөнген ойды жандыруға жан берерлік сөз дейді ғой. Осы сөз маған өте жақсы әсерін берді. Жан берді. Оятты, түртіп оятты десек те болады ойды. Жас басыңнан аптықпа, кіре берме боқтыққа. Өмір өзақ береді, тағдырға қарсы соқтықпа. Құлақ қойсаң сөзіме, пайда айтамын өзіңе. Арқалатпа бейнетті, қызық көрер кезіңе. Бейнетке жаның шыдай ма, осы сөзім ұнай ма? Пендесін аштан өлтірмес, қарсы болма Құдайға. Бұл сөзді ғып жас кетті, ішіп алып мас кетті. Бар керектен айырып, еріншек деген қас кетті. Еріншектің қақпаны көрінбей көзге жатқаны. Біреу оған ілінсе, оны Құдай атқан. Іс қылдырмас еселі, ең білімнің кеселі. Кірсе бойдан шығу жоқ, күн сайын өсер беселі. Төбен сүттеседі, орныққан сайын өседі. Ғибадат жоқ, өнер жоқ, бәрінің жолын кеседі. Міне осы шумақтарда еріншектіктің сен әлі жассың, сабыр ет, әлі 30-дасың, 20-дасың, 50-60-қа келгенде де жасайсың. Ғибадат жасама, өнер білім үйренбе. Ял телефонды құшақтап, өз төсегіңде жылы көрпеңді құшақтап жата бер. Әлі бәрі алда, армандарыңа жетесің деп бізді уағыз насихат арқылы алдауында. Арбап ұстайды. Енді біздің өмірдегі мақсат армандарымызға жете алмауымыз, кедей болуымыз, биік белестерді бағындыра алмауымыз осы еріншекпен күресе алмауымызда, мүмкін оны танымауымызда. Сондықтан ең бірінші өзіміз және де көріп отырған бауыр қарындастарымыз бұл өлеңнің басқа да жолдары бар. Ол жолдарында қарап, оқып, бабаларымыздың мұрасын қараған кезде барлығы дайын тұр. Осы еріншек атты дұшпаннан арылайық. Абай атамыз айтады ғой, күллі ғылым мен білімнің жауы ол еріншектік деп. Адамның білімсіз болуы, өнерсіз болуы, ғылымсыз болуы ол еріншектіктің себебінен, еріншектіктің салдарынан. Сондықтан еріншек атты жауымызды жеңе білейік.